Және де сол коррупция һәм оның алдын алу хақында. Жәмиетті түрлі жоллар менен батпақлыққа басылайтығын, демократия һәм құқ үстінлігі тикарларына зиян жеткізетігін, инсан құқларының бұзылуына алып келетігін бұл іллеттің алдын алу үшін біргелікте күресу зәрүрлігі әр дайым атап өтіледі. Дегенменен айрым жағдайларда ұшырасып атырған коррупция жинаяты сол тараулардың ілгерлеуіне кері тәсір етіп атырғаны бар гәп. Пайтақтымызда өткерілген нәубеттегі ұшырасу барысында да жәмиетте ұшырасып атырған коррупциялық халатлар мысаллар менен келтірілді һәм қатынасушылар сергекілікке шақырылды. Коррупция менен ешқашан мақсатларымызге ерісе алмаймыз деген еді президентіміз. Өйткені коррупцияның көп болуы сол мемлекеттің халықаралық абыройын түсіретұғын бірден бір фактор. Сондықтан да елімізде тұрақлы түрде бұл іллетке қарсы күресу, оның келіп шығуына имканият жаратып атырған факторларды сапластыру. Ең бастысы алдын алу әрбіріміздің жауапкершіліклі вазипамыз болуы керек деп келтірілді Қарақалпақстан медицина институтында өткерілген ұшырасу барысында. Оған Қарақалпақстан Республикасы министрлер кеңесінің коррупцияға қарсы ішкі қадағалау бөлімі, Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі депутатлары, құқық қорғау органдары, денсаулықты сақтау министрлігі һәм институт жамааты қатынасты. Хабарыңыз болса керек, президентіміз осы жылдың 5 март күні коррупцияның алдын алу бойынша жұмысларының нәтижелілігі һәм алдағы тикарғы вазипаларға арналған коррупцияға қарсы күресу милли кеңесінің кеңейтілген мәжілісіне қатынасып анық вазипаларды белгілеп берген еді. Онда коррупциядан жырақ орталықты жарату бойынша әсленіп атырған жұмыстарға толық баха берілді. Мемлекетіміз басшысы 55 анық мақсатке бағдарланған басыламаны алға қойды һәм олар шеңберінде 5 низам, 12 пәрман һәм қарарлар іслеп шығылатығылығын мәлім етті. Негізінде коррупцияға қарсы бекем иммунитет қалай қалыптаседі. Коррупцияны толық 100% тез жоқ қылып жібере алмайды. Бұл әсте болады бұл нәрсе. Адамдардың санасы өзгеріп, бір адамгершілікке, мысалға ақылlı адамдар айтып кеткен бір гәп бар. Данышпан дейміз, басқа дейміз. Солар айтқан, бұл адамдар құстай болып ұшыруды үйренді деген. Балықтай болып судың астында жүзуді үйренді деген. Бірақ деген адамдай болып жасауды үйрене алмай жатыр деген. Жердің жүзінде адамдай болып жасау дегенде не? Адамдай болып жасау дегенде біз бір-бірімізге мейірменен жақсы көріп бір-бірімізді сөйтіп жасап үйренуіміз керек. Әркімді өз орнында жақсы көру. Мысалға, бұл шаңырақтама жұмыс істеп жатырған жеріндегі адамдар ма, мысалға, қоңсығаларың ба, соларды бір-біріміз сол адам қандай халатта болса, соны жақсы көріп үйренуіміз керек. Жақсы көрген дегенде қолыңнан келсе, қандай да бір адамға іләжі болса жәрдемлесу. Қолыңнан келмесе де, еш болмаса дейді, сол адамға бір жақсы тілек тілеп отыру. Егер қолыңнан жақсылық ету келмесе деген. Енді сол көзқарастан қарағанда инсандар әсте сол бір-біріне бір жақсы мейірменен жасап үйренген жағдайда бұл әсте өзінен өзі қойылып кетеді. Одан кейін мысалға менің өзімнің пікірім бойынша қазір сондай істеніп жатыр, сондай қолға түскен адамдарға жинаятпен дегендей жаза қатал болу керек. Статистикалық мағлұматларға әтібар қаратыр екеміз, коррупция ақыбетінде жаһан экономикасы жылына $3 триллион зиян көріп атырғаны бұл глобаллық қауіп. Инсанның тағдырын, келешегін ешқандай пұл яки қымбат бағалы нәрсе менен өлшеп болмайды. Солай екен бұл іллетті болдырмау һәм оның алдын алу бәршеміздің қолымызда деп келтірілді ләжда. Міне бүгінгі мәжілісімізде коррупцияның не екенлігі, оның жәмиет тұрмысына қандай тәсірі бар екенлігі, күнделікті оның тұрмыслық коррупцияның не екенлігі жиналыс қатынасушыларына түсіндіріліп берілді. Сонымен бір қатарда осы коррупцияға қарсы күресу бойынша ішкі топтардың түзілгенлігі, ішкі топтардың вазипасы не екенлігі, егер де осы коррупция халалары ұшыраса, ямаса коррупциялық жинаятлар ұшыраса, кімлерге müracaat ету керектігі хақында мағлұматлар беріп өтілді. Адамлар коррупцияға қарсы иммунитет пайда ету үшін біздерге осы сияқты мәжілістер көптеп болып тұруын, һәм мәжілістерде коррупцияның қандай жаза бар екенлігі анық һәм тынық көрсетіп беріліп отырыпты. Қазіргі күнде
Өзбекстан Республикасы Жинайат кодексінің 210, 211, 212 статьялары тікелей коррупцион жинаятларға тиесілі екенлігі айтып өтілді. Оларда қандай жазалар бар екенлігі, жазаны қандай өтейтұғылығы, я болмаса жарима қаншелі дәрежеде болатұғылығы хақында мағлұмат берілді. Адалық вакцинасын рауажланудың гіреуі деп білген жәйметте ғана өзгеріслер жүз береді, жаңаланулар болады. Ұшырасуда жәйметімізде жүз беріп атырған коррупциялық халатлар видеофактілер мысалында көрсетілді. Һәм медицина тарауында ұшырасып атырған коррупциялық халатлардың келіп шығу себеплері, оның алдын алу іләжларына да айрықша әтібар қаратылып, пікір һәм ұсыныстар тыңланды.